Жусаймен чебуреки. Барлығыңызға қайырлы таң. Бүгін менің алғашқы влогым. Үйде бәрі ұйықтап жатыр. Сағат қазір 6. Мен қазір ағылшыннан бірнеше упражнениялар орындап тастайын. Ағылшыннан барлық сабақтарымды жасап біттім. Что за шаш? Енді кішкене жаңа сөздерді қайталап, жаңа сөздер жаттау керек. Жаңа сөздер жазып жүретін дәптерім. Біраз бетін жаттадым. Енді кішкене йогамен айналсам, сосын визуализация жасаймын. Кеттік. Азанмен тұрып көп істерімді жасап тастадым мұнда. Күшті болып тұрмын. Енді кофе ішіп отырып күнделік жазамыз. Күнделікте не жазамын? Мен лайдан армандарымды жазамын. Нараққа шүкіршілік жазамын. Бұл и күнделік, и шүкіршілік дәптері мен үшін. Велик тұратын станциясы бар ғой, өзінің велик тұратын. Ол біздің үйге қатты жақын емес. Сондықтан кішкене жаяу жүруге тура келеді. Кеттік. Осы көрініс қатты ұнайды маған. Мынау акимат. Мынау Түркістан сарайы, концерттер болатын. Ал мынау болса театр. Күшті қандай. Мына жақта СНГ бойынша ең үлкен мешіт салынып жатыр. Шымкент қаласында. Окейді 2 рет басамыз. Мына жерде көрініп тұрмас сіздерге по карте и по ID деп тұр. Соның екіншісін таңдаймыз. Менде ID номер, то есть. Сосын номерімді теремін. Пин-код енді ой. Уа! Yes. Ал кеттік, достар. Мына жерге қойып қоямыз. Мен негізі по идее дендропаркке барам деп тұрмын да, бірақ білмеймін, көреміз. Қазір қай жерге дейін айдай алам, сол жерге дейін айдай.
Негізі велик ұнамады маған, что-то біртүрлі екен. Бұзылайын деп тұрған сияқты ма. Ура, дендропаркке жеттім. Енді дендропаркте кішкене айдаймын, сонымен қайтамын. Ал мен болсам от души ыстықтадым, терледім. Ого, живой тиынды бірінші рет көрдім шынымен. Ой, мама, великтің екінші үй жақтағы станциясына әрең келдім. Шаршадым, қатты шаршадым, аяқтан кеттім. Ой, салынды ма мынау? Салынды. Все, болды. Велосипедті тапсырдым. 1 сағат 15 минут айдаппын. Күнге қап қарама-қарсы болып үйге қайтамыз ал енді ал. Көлеңке жер жоқ. Күн шақырай түсіп тұр. Нормально. Маманың алғаш рет пісірген жусай мен чебуреки. Жусай деген шөппен. Мен де алғаш рет дәмін көрейін деп тұрмын. Бірінші болып. Күшті да ма? Сағат түстен кейінгі 4:30. Мен қыздармен жол болған. Қалаға шығып жатырмын. Сағат енді кішкене күннің ыстығы басылсын деп. Кеттік. Бірге жиналайық. Шашты тіктемесек мүмкін емес, болмайды. Шашымды өтірік тіктеп алдым, потому что шашымды бәрібір буамын. Тықта шаш жайып жүру. Кешіріңіздер мені. Мүмкін емес мен үшін. Осылай. Енді ерінді кішкене қызартып алайық. Все, я готова. Сумкамды алайын, кетеміз. Что это? Өкінішке орай. Рубашка киіп отырмын. Ананы құртып алдым. Да-да-да. Бұл деген точно. Ешігіп, қыздарды күттіріп, мен қыздарға келе жатырмын. Далада отырдық. Біздің тамақ келді. Бұлар менің көптен кездесуді күткен 2 сыныптасым. Короче, біз үшеуміз де паста заказ бердік. Қазір біз паркке келдік. Қазір ең қорқынышты каруселге отырамыз. Айқайлаймыз. Біз кірейін деп жатқан карусель осы. Кеттік ал. Кеттік. Sıkamazsın aynalar. Спиді. Скупим. Шықтық, атты айқайладық. Қалай болды қыздар? Сезім қандай? Біз қайттық енді. Лафа кончилась. Былайынан түсірсем болды. Үйге келе жатырмын. Бүгінгі күнім керемет өтті, Аллаға шүкір. Түнгі бізде серуен болып жатыр, отбасылық.
керемет күнді өткердік. Соңына дейін менің алғашқы влогымды көрсеңіз үлкен рахмет. Келесі влогтарда кездескенше.